Так. Момын. Айта бер, құлағым сенде. В общем, көшеде келе жаттым, телефон шырылдап атты. Сөйттім да телефонды алып, осындай міне телефонды тауып алдым деп сөйлесіп, шақырдым сол жерге. Келгенше күттім. Қалай келді? Келгеннен бастап мен осы жағамнан алып жатыр да ол. Ұрлап алдың, үйттің, бүттің деп. Сөйттім да бір кезде енді оны жағамнан ұстап тұрғаннан кейін мен амал жоқ енді сол жерде ұрдым енді. Бірақ ол жерде мен ұрлаған жоқпын, тауып алған телефон деп айттым да оған. Сен кімге сказка айтып тұрсың, а? Сказка емес пе? Сказка. Ұрладың ба? Ұрладым деп айт. Еркексің ғой? Мына сен айтқан сөзіңмен мұнда жазылған арыздың бірде-бір сайкесі жоқ. Ал сен маған қайда бір сказканы ертегі айтып тұрсың. Сен білесің бе қанша статьямен кетіп бара жатқаныңды? Біріншіден сотқа ұрлағансың. Екіншіден адамды ұрғансың. Камераның бәрін түсір. Енді камераға түсіп қалған болса, енді мен телефон тауып алғанда бар шығар камерада. Ол жоқ. Именно ұрғаның бар. Ол кезде камера істемей қалды. Ұрған кезде істеді. Онда мынау таза подстава ғой онда. Қандай подстава? Конкретно, факт па факт. Енді мен ұрлаған жоқпын деп тұрмын ғой, енді осының кінәсіз екенін дәлелдейін де, мен адвокат жалдаймын мен. Қандай дәлел? Саған қандай дәлел керек, а? Саған дәлел, кәдімгі дәлелмен айтып тұрмын. Еще адвокат дейді ғой. Қай бетіме шақырмақшы? Ұрлап, алатын алып ал. Сен білесің ба, сен кімді ұрып, кімнің соткысын алғаныңды? Вот, білмейсің. Бір байдың баласын соткысын алғансың. Еще оны ұрғансың. Қанша жылға кететінін білесің ба? 10 жылға кетесің, кем деген. Сен сияқтан ау, қайдан әртіс па, кім еді, Асқар дей ма? Солда сен сияқты тура бір байдың баласын ұрған. Ол да камераға түсіп қалған. 6 айға кетті. Сол сияқты кетесің сен де 10 жылға. Сол түрмеде шірейсің. Сотталсаң не болатын білесің ба сен? Сотталып шыққаныңа сен ешкім ешқайда алмайды, жұмысқа да алмайды. Шешенің алдында бүкіл ағайын туысқанға қара бет боласың. Адвокат жалдаймын дейді ода. Bir жолы бар. Яғни алып келесің, бүкіл деланы жоққа шығарып. Негізі мен ұрлаған жоқпын ғой, мен просто анау байдың баласы болған сол қате болып қалды. Ойла. Миллион сәл ауырлау болып тұр ғой, кішкене хотя бы түсіре аламыз ба? Сен қайда отырғанын білесің ба? Тергеуде отырсың ба? Тергеуде. Ақша или түрме? Таңда өзіңде түрмеде шірейсің. Мен саған уақыт берем кешке. Кешке сағат 7-де осында келесің де, айтқан мағаны алып келесің. Түсіндің ба? Алып келмейсің ба? Онда кешір. Болсын. Мен енді одан сүйіншісін алайын деп отқан ғой. Сөйтсем келе салысымен жағамнан алып, ұрладың анау-мынау деп жала жауып жатыр да. Мен негізі сөйтіп телефон ұрлайтын адамға ұқсаймын ба? Не үшін айтып жатсың мұның бәрін? Или саған сенбейді деп ойлайсың ба? Қандай жаман нәрсе айтса да, не болса да, мен по-любому сен жағыңда боламын ғой.
Енді қайдан білейін енді. Бағанан бері сендіре алмай қойғаннан кейін. Мен қалай табамын енді ақшаны? Bir günce бере салатын адам жоқ ол миллионды. Ата-анаңнан сұрап көрсең қалай болады? Ой, сұрамаймын үйден. Мен үйден әке-шешемді таңғалдырамын, мен жетістікке жетемін деп кеткен адаммын ғой. Солай рисковать еттім ғой мен. Енді не деп басым салып баратып барам? Қайыршы болып кетсем де мен әке-шешем алдына мен ондай болып бармаймын. Айта берме дедім ғой ол. Илеше бір кісі бар да, әшейін бір күннің ақшасының өзі миллионнан асаттар. Или сол кізден сұрап көрерсің, может. Мүмкін сол кісінің қолында істеп, сол ақшаны тауып берем десең, беріп қалатын шығар. Ол кісінің адресін білесің ба? Апаш мен. Қалайсың, мәке? Мен саған қашанға дедім, мәке деп айтпа деп. Мен сені танымаймын, сен мені танымайсың, түсіндің бе? Болды. Не істедің? Бәрі сіздің айтқаныңыз бойынша ғой, жоспар бойынша. Чай сөйлесейін. Арызды ше? Арызды үтір нүктесіне дейін. Зың қылып жазып қойдым. О жағынан вообще ойындамас. Жарайсың. Қалай сол, миллион ба? Баяғыдай? Иә, дәл сондай. Қазір кетті. Кешке де уақыт бөл. Кешке көреміз. Сосын тағы да бір екеуін қармақ келетін болды. Bir рет дейді косяк істеп жүрмеш бақалма. Қайталамын бұл. Басқа ешкім білмеу керек. Түсінің ба? Бот. Қадырым осы. Сәлем достар, бұл менің күйеуім. Маған бұдан кейін сенімен бірге тұрмаймын, сенімен ажырасамын, әрі қарай қалай өмір сүрсең, солай өмір сүр деп жатыр. Мен үйтіп айтқан жоқпын ғой. Не дедің? Мен жай ғана шопингке барамаймын дедім ғой, қолым бос емес. Какая разница, екеуі бірдей сөз ғой? Енді шопингке өзіңнің подругаларыңмен бара бер. Мен бос емеспін. Каспиңе ақша салып жіберемін болды. Ту, қанша саласың? Салам жетті. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар? Иә? Кімсің? Тыныштық па? Сіз мені танымайсыз негізі. Просто мен сізді сыртыңыздан танитын едім да, білетін едім да, әйтеуір осы жомарттығыңызды естіп жүргем ғой. Маған бір көмегіңіз керек болып тұрған еді. Енді ойламаған жерден бүгін бір косякқа кіріп кеттім да. Сөйтіп маған кешке дейін ақша табу керек, айтпаса сотталып кетейін деп тұрмын. Енді әке-шешең бар ма өзі? Иә, әке-шешем бар, иә, олар білмейді просто. Мен айтқан жоқпын оларға, айтпай қойшы деп отырмын. Өйткені әке-шешем айтатын болсам, ертең ағайындар, туысқандар біледі, олар вообще ушықтырып мен өз-өзімді ақтап аламайын. Мен емес десем де бәрібір сенбейін деп тұрды ол кезде, жала екенін сенбей қалайын деп тұрды. Кешке дейін ақша табу керек, 1 миллион теңге табуым керек болып тұрды. Інім, ол ақша жоқ емес, бар, Құдайға шүкір. Бірақ мен кішкентай балама шетелден хаски деген ит заказ бергенбіз. Солда бүгін келу керек. Оның өзі бір 2 миллиондай тұрады. Одан кейін жеңгеңе ақша берем деп қойғанбыз. Оның үстіне кешке ана бір жолдас балам кіреді TikTokқа. Оған арыстан жіберім керек. Білесің ғой, оның өзі қымбат тұрады, 900 теңге тұрады. Сол ренжіме. Иә, оны түсініп тұрмын ғой енді, бірақ қарасаңызшы, мен жағдайым срочно болып тұр ғой енді. Сіз үшін ол болмайтын ақша да, бірақ мен ары қарай тағдырымды құтқарайын деп тұрған нәрсе болып тұр ғой бұл. Бірақ мен көмектесем, бірақ ше, ары қарай өзіңізге жұмыс істеп, о ақшаны қайтарамын, қазір телефон бәрін өзіңізге берем. Негізі мен сені біріншіден танымаймын да. Екіншіден мен саған көмектесуге міндетті емеспін. Бетші, мен көрейін қазір ойландым. Сен маған нөміріңді беріп қой. Мен қазір 1 сағатта хабарын айтамын саған. 1 сағат болғанда ше? Жоқ, мейлі 1 сағат болса мен күтем. Осы үйіңіздің сыртында отырып күтем. 1 сағатта айтатын болсаңыз. Болды, көреміз.
1 сааттан асты. Алло, ассалаумағалейкум. Бұл мопед арендаға бересің жер ма? Жоқ, мен мопед бар, мен сатайын деген едім, сіздерге аласыздар ма? Иә, көп болмаған. Болды онда, қазір барам. Иә? Сим картасын ауыстырғансың ғой, иә? Иә, сим картасын алдым. Неше беттегі экран ауыстырғансың ба? Жоқ, бәрі родной өзім сатып алғаннан сап келатырмын. Чехолмен бірге ала бер. В принципе, нормально, бір қара жүрші. Пароль написай салайын, иә? Иә. На, брат, 80. Болды, қазір санап аламын. Че там болма? Қазір. Че там, брат? Қазір. Стоп. Айбек. Все, хватит. Шын айтшы, бауырым. Осындай алаяқтықты бизнес қылып алғансың ба? Сонда әркімнен ақша алып, ұрлап, жаман жолмен айналысып бай болып кетемін деп ойладың ба? Шынымды айтайын, осы бірінші рет істеп тұрмын. Просто бір косякқа кіріп кеттім. Содан тез шығу керек болды да, амал жоқ. Бәрібір арам жолға кететін ақша болғаннан кейін арам жолмен таба алсам ешнәрсе болмайды деп ойладым. Кешке дейін 1 миллион теңге табу керек. Құдай көтере алмайтын сынақты бермейді ғой енді. Құдай қаламаған істе өйтіп ақтап алудың қажеті жоқ. Бүгін ақшаны ұрлайтын болсаң, қиямет күні өз сауабыңды бересің. Сен оған дайынсың ба? Қоя берші. Өзіміздің мұсылман түгілі кәпірлердің де ақшасын жеуге болмайтын білесің ба? Білем ғой. Просто бүгін кешке дейін ақша табу керек та. Басым істемей қалды сонда. Не істеп не қойған білмеймін. Түсініп тұрмын. Алла жеңілдігін берсін. Өзіңе қарасам былай жап-жақсы жігіт сияқтысың ғой. Құдайдың өзі қаламағандықтан ғой осылай ұстанып тұрған. Сондай болады өзі. Мемлекеттен қаншама ақша алатын адамдар ұсталынбайды да. А біз байқұс өйстіп кішкентай бірдеңе істеп қалсақ ұсталып қала береміз. Өмір ғой. Кел. Жақсы. Айбек, кеттік. Бірдеңеге жегің келмей ма? Бірнәрсе ұмыттым мен ше. Ал ақша өзінде қала берсін. Жақсы. Сен де қатты ұрып оны не болды сонша? Не болып жүрген? Өзімнен қоя бер. Жаңбыр жауып кеткен десе бірден. Уағалейкум ассалам, қалай жағдай? Табылмақшы? Табылғанда ошым 200 мың теңгеге мопедті саттым, 100 мың теңгеге телефон саттым. Өзімде қалған 8 мың теңге бар еді. 308 мың теңге болып тұр ғой. Енді почти бәрі 700 мыңдай керек енді. Қайға кетті ақшам.
Не бұл? Ақша. Қайдан алдың? Жаңа алтындарын өткізген болам бартқа. Содан алдым. Мен сені сұрадым ба ақша? Нең бар ломбардқа өткізіп? Енді керек қой саған ақша. Мен істеме, қайтадан алып бар алтындарын. Мен сен ақша сұраған жоқпын ба? Мен ондай жігіт емеспін, қыздың атынан ақша алып, кредит алып. Мен ала. Ұста деймін мен. Алтындарыңды қайтадан барып ал. Өз-өзін ақтап аламадың ба енді? Вообще? Алай ақтайсың, аналар сөзбен жеп қояды ғой. Не жеп қояды? Ештеңе қазір еркек шешілмейді. Бәрі покрасың ғой. Не красын айтсыңдаршы? Не де бересің? Айтсаңыз біз де көмектесетін жармыз. Шешілмейді деп отырсам шешеміз ғой. Көмектесе аласың ба? Көмектесем. Точно ма? Точно. Ақша керек ал. Бар ғой ақша. Қанша керек? 700 мың керек, 700 мың керек. Бар ма? Бар. Кән ақшаң? Қалтамда. Көре сал. Міне, кімге керек бұл? Барма дейсің мен? Дұрыс болды ғой. Кімге керек бұл? Момынға керек та. Дос, көмектесе аласың ба? Бересің ба? Момын досым ғой берем ғой. Құдай өзі қарасады ғой, көтере алмайтын сынақты бермейді дейді ғой. Кәдімгі. Дәл сондай болды ғой. Мере, рахмет. Қиын қыстауда кәдімгі көмектесіп, ё-мое. Санашы емес, санаймын. Өзің санашы. Қайдан алдың ақшаны? Не аласың? Қайдан алдың ақшаны? Машинамı сат. Кімге саттың? Досыма. Қайда ол досың? Білмеймін. Аты кім? Атын білмеймін. Қалай білмейсің? Мына не ақша екенін білесің ба? Не ақша ал? Мынау подделка, фальшивка ақша, документ бәрімен кетті ма? Оформить етіп бермеймін саған. Қайда тұрады ол? Ремзона дедім, сол жақта тұрамын деген. Жүр. Қайда кетті ана, тауып бер ана, өлтіремін мен. Тыныштық болса болар еді. Жүрші аналарды ажыратшы, қазір сотталып кетеді, тағы да біреуді ұрып өткендегідей. Момын, жүр ажыратшы аналарды. Ya Момын. Алып келдің бе? Миллион таппан 300 мың теңге алып келдім. Ай, Момын. Атыңа зат тура кетті да сен. Момын, сен маған ренжіме. Мен саған 7 алып келдім. Сағат қанша болды? 8 болды. 1 сағат болды сені күткеніме. Кетіп қалды уже. Сағат 7-те кетіп қалды. Сен делаң.